Кюнет қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушы Ақтөбе облысында сотталды. Еске салайық, қаржы пирамидасын аса ірі мөлшерде ақша немесе өзге де мүлікті тарта отырып ұйымдастыру және қылмыстық жолмен алынған ақша мен өзге де мүлікті заңдастыру фактісі бойынша істі агенттіктің Ақтөбе облысы бойынша департаменті тергеп тексерген болатын. Жұмагазина 2019 жылғы қаңтар мен 2022 жылғы маусым аралығында Ақтөбе және Хромтау қалаларында қызметі бірқатар елдерде қаржы пирамидасы деп танылған заңды желілік маркетинг ретінде жасырылған Кюнет халықаралық компаниясының құрылымдық бөлімшесінің тәуелсіз өкілі ретінде тіркеліп басқарғаны анықталды. Ол өз компаниясына 25 азаматты тартып, жалпы сомасы 37,5 миллион теңгеге жуық қаражатты иемденген. Жұмагазина 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Қылмыстық жолмен алынған құны 286 миллион теңге болатын мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді. Қаржы пирамидасын құру қылмыстық жауапкершілікке тартатынын және мүлкі тәркіленіп 10 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланатынын ескертеміз.